Так, баладан аузынан сасық иіс шықса не істеуге болады? 4 жаста тісі құрт емес дейді. Яғни баланың аузынан сасық иіс шығудың өзінің бірнеше себептері бар. Мысалы, егер балада таңертеңгілік уақытта шықса, бұл қалыпты жағдай. Себебі түні бойы адамның аузында бактериялар өсіп, сол таңертең аузынан сондай иіс шығады. Міндетті түрде ауыз қуысын жуу керек, иә? Сонымен қатар айтып өтетін жағдай, егер функционалды дейді да, функционалды деген егер баланың гигиенасы дұрыс болмаса, бала күніне 2-3 рет тамақтан кейін ауыз қуысын жумайтын болса, сонымен қатар балада құрт жоқ, бірақ тістері сарғыш болса, бұл деген сары налет, микробтар өзінен, яғни сондай бөлінділер бөледі да, сары клеенка түзеді, соның астында өздері көбейе бастайды. Сондай жағдайда да, яғни баланың аузынан сондай иістер шығуы мүмкін. Сосын әртүрлі яғни патологиялық жағдайлар, бала ауыратын болса, аурулар кезінде, яғни ол ауыз қуысының аурулары, тамақтың аурулары, сонымен қатар асқазан ішек жолының аурулары болуы мүмкін. Және қант диабеті кезінде, бүйрек аурулары кезінде де ауыздан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Қазір оның бәрін айтып өтем. Мысалы, ауыз қуысының ауруларында, мысалы тіс аурулары, кариес, және тағы басқа аурулар бар болатын болса да, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Сонымен қатар аденоид, танзилит, сосын синусит, осындай аурулар бар болса да, баланың аузынан сасық иіс шығуы мүмкін. Сондықтан соның бәрін отоларинголог дәрігерге қаратуыңыз керек. Ал тісті сіз өзіңіз қарағанмен тістің проблемаларын сіз таппауыңыз мүмкін. Тіс, мысалы, сырт жағында бәрі бүтін болып, ішкі жағында құрт болуы мүмкін, ішкі жағында воспаление болуы мүмкін, иекте воспаление болуы мүмкін, яғни қабыну процестері. Сонымен қатар тағы айтып өтетін жағдай, егер баланың аузынан ацетонның иісі шығатын болса, бұл қант диабетінің белгілері болуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Ал егер баланың аузынан аммиактың иісі шығатын болса, бүйрек аурулары болуы мүмкін. Сонымен қатар ауруға байланыссыз да баланың аузынан ацетонның иісі шығуы мүмкін. Егер бала өзінің жасына қарамай құрамында белогы көп тамақтарды қолданатын болса, бұл баланың және май баланың асқазанына ауыр болып қорытуына, одан да ацетонның иісі шығуы мүмкін. Сосын асқазан жолдарының аурулары. Соның бәрін қарап тексеріңіз. Баланың аузынан жағымсыз иіс шығады, соны қайтадан жалғастырамыз, кеше 3 минутқа симай қалды. Тағы бір себептерінің бірі бұл асқазан ішек жолының аурулары, яғни только асқазан емес, өңештің де аурулары кезінде де ауыздан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Мысалы, өңеште қалта пайда болуы мүмкін да. И сол қалтада тамақ қалдықтары жиналып, шіріп, содан да ауыздан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Сондықтан, егер балада, мысалы, қандай да бір осындай шағымдар бар болатын болса, сол себептерді де қарастыру керек. Сосын асқазан ішек жолының аурулары, тамақтың қорытылмай тұруы, мысалы, әртүрлі, мысалы, асқазанның ішіндегі сфинктер ақаулары кезінде тамақтың дұрыс, яғни қорытылып, ары қарай онекелшекке өтпейтін жағдайда да асқазанда тамақ тұрып, ол жерде ол шіруі мүмкін. Сондықтан да сондай иістер шығуы мүмкін. Сонымен қатар асқазан ішектің әртүрлі құрттары кезінде де, яғни балада осындай аузынан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Сондықтан қорыта келе сіз не істейсіз? Ең бірінші баланың, сонымен қатар баланың тілінің тазалығын жасамасаңыздар да, баланың аузынан сасық иіс шығуы мүмкін. Ол, мысалы, бізде тілде бүршіктер бар, сол бүршіктердің арасында тамақ қалдықтары қалып, сол шіріп, содан да жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Сонымен қатар бізде аузымыздан сілекей бөлінеді ғой, бұл сілекейдің құрамында әртүрлі бактерияны өлтіретін заттар бар. Өзіміздің ауыз қуысымызды тазартып отырады. Сондықтан осы сілекей бездерінің әртүрлі ауруларында, сілекей бездерінің зақымдануында, ақауларында, яғни
сол кезде де баланың аузынан жағымсыз иістер шығуы мүмкін. Сонымен енді қорыта келе не істейсіз? Не істеу керек? Бірінші, күнделікті баланың ауыз қуыс гигиенасынан бастауыңыз керек. Сіз тісті ғана жуып емес, мысалы тісті 3 рет тамақтан кейін жуып, шаю керек, иә? Міндетті түрде тамақтан кейін шайып, одан кейін жуып отыру керек. Сонымен қатар тілді де тазалап отыру керек. Күніне 2 рет, таңертең, кешке. Арнайы тілді тазартатын құралдар бар. Сонымен қатар одан кейін не істейсіз? Сонымен қатар стоматологқа барасыз. Балаларды қазір стоматолог тегін қарайды. Стоматолог толығымен қарап шығу керек, яғни тістің аралықтарында әртүрлі пульпиттер, кариес, әртүрлі стоматологиялық аурулар жоқ па? Сонымен қатар ауыз қуысының ауруларында қарап отыруыңыз керек. Сосын тамақтың, яғни отоларинголог дәрігерге тамақты тексерту керек. Сонымен жалғастырамыз. 3-ші серия, яғни баланы неге апарасыз ғой? Отоларинголгқа апарғанда балада танзилит бар ма, я? Яғни тамағының әртүрлі созылмалы аурулар бар болғанда, бадамша бездің ішінде пробкалар жиналуы мүмкін. Соның ішінде творог сияқты әртүрлі тамақ қалдықтары жиналып, солда яғни жағымсыз иіс шығару мүмкін. Соның бәрін қарауыңыз керек. Сонымен қатар синусит, әртүрлі, яғни ауыз қуысының, мұрынның әртүрлі созылмалы аурулар бар ма, жоқ па, соның бәрін тексеруіңіз керек. Одан кейін өңештің аурулары бар ма, яғни да ахалазия дейді, сондай әртүрлі аурулары жоқ па, соның бәрін қарастырасыз. Асқазан ауруларының, асқазанның қорытуының бұзылуы да, соның бәрін тексеруіңіз керек. Енді сонымен қатар жағымсыз иіспен қатар бала көпшілдеп, бала көпшілдейді, яғни баланың терісі қышынуы мүмкін. Сондай жағдайларда қант диабеті бар ма, жоқ па, оны да сіз яғни жоққа шығаруыңыз керек. Ол үшін жалпы тәжірибелік дәрігер, педиатр дәрігерге барып, эндокринолог дәрігерге, яғни направление аласыз. Сонымен қатар, егер ауыздан аммиактың иіс шығатын болса, бүйрек аурулар болуы мүмкін. Оны нефролог дәрігерге тексеру керек. Сонымен қатар педиатр мен жалпы тәжірибелік дәрігерге жалпы зәр анализін, жалпы қан анализін, биохимияда креатинин мен мочевинаны тексеру керек. Бүйрек аурулар бар ма, жоқ па. Сосын СКФ деген нәрсе болады, соны есептеу керек. Енді егер сондай шағымдар болатын болса, сонымен қатар енді егер балада асқазан ішек жолдарының әртүрлі паразиттері бар болатын болса да, баланың аузынан жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Асқазан ішек аурулары, тамақтың дұрыс қосылмауы, егер балаға яғни ауыр тамақтар берсеңіз, баланың асқазаны қорыталмайтын тамақтар берсеңіз де болуы мүмкін. Сондықтан толықтай бірінші гигиена, тамақтың рационын бәрін қадағалап отырасыз. Сосын бүкіл аурулар бар ма, соның бәрін тексеріп шығуыңыз керек. Баланың денсаулығы деген ол яғни да толығымен бір жауапкершілік, үлкен бір жұмыс. Егер сіз осыны толықтай шешкіңіз келсе, соңына дейін бәрін зерттеп, яғни осының бәрін жоққа шығару керек. Міндетті түрде жасау керек, тек қана айтып қоймай. Бала сіз тісіңді жуу дегенге не істемейді, жүгіріп бар жуа салмайды, оны қадағалау керек, ойын баласы ғой, толығымен қолға алу керек. Сіздермен болған Бегім Талапқызы, жалпы тәжірибелік дәрігер. Сау саламат болыңыздар.